кешке білмеймін, мен қазір түстен кейін наверное кіріп жатса мен сол кездерде ойнауым мүмкін. Салбырамайтын шығар арық қыздарда. Сейчас мясистей болып көрініп тұрады, салбырап дейді. Неге иіс шығады қыздардікінен дейді. Неге иіс шығады қыздардікінен дейсің ба, Ержан? Негізінде ондай датовы ондай жиіркеніште иіс шықпайды ғой. Негізі әйел адамнан көбіне шығады, селедканың иісі шығады. Амынан әйел адамның селедканың иісі шығады. Ол өтірік емес, уқалап қолыңды ұсташы, қолыңды иіскеп көрші, селедканың иісі шығып тұрады. Селедка ма жаңағыдай копченый иістер, сондай иісі шығып тұрады. Скумбрияның иісі. Ұзын сөздің қысқасы дейді, тюльпанды сіктесе дейді. Секс это кайф дейді. Дұрыс айтасың, сәлем Талғат, плять сет заебал дейді. Қалайсың дейді, жақсы, Ержан кончать еткенде возбуждать етсе шығады дейді. Ой, бля, дейді, квартира қашан барамыз дейді, Бакуш айтады. Ол дұрыс па иіс шыққан дейді. Ол дұрыс па иіс шыққан. Негізінде әйел адам, ауру әйел адамдарда бір жылға дейін иіс болады. Ондай өте жаңағыдай қатты иіс шығатын болса, неғұрлым ол әйел адамға онша жақындамаған дұрыс. Себебі еркек адам тез қабылдайды ауруды, инфекцияны еркек адам тез қабылдайды. Еркек адам 3 күннің ішінде ауру ұстап қалған жағдайда 3 күннің ішінде уже сыр бере бастайды ташағы. Ал әйел адам 1 жылға дейін жүре береді. Не ол дейді мына жерде? Поглядываем дейді. Танытпастан сабақ басталып кеткен бе, ұстаз дейді. Ұстаз басталып кетті. Селедка иісі шықса, значит микроб бар, қызда ем алу керек дейді. Жоқ, Саманта, ол дұрыс емес. Негізінде табиғи амның иісі селедканың иісінде болады. Ал жаңағыдай қатты ауырып жүрген адамда ода уже эрозияның иісі қаттырақ шығып тұрады. Девушка, с наступающим возьмем бар дейді. Рахмет, Саманта, кездесіп демалмадық па дейді. 25 минут сексіз болады, номер берші дейді. Қойшы жаным, мен демалатын қыз емеспін. Жүріп жүрген қызымнан шығады дейді. Енді амның иісі по-любому амда иіс болады ғой кішкене болса да. Оны қанша бір жерден жаңағыдай бұрын айтқан екен да. Бұрыннан да енді бәрі ам болғаннан кейін бәрі кемпірдің амыне, жаңа жастың амыне сондай болған. Сосын бір күні бір қыз бен жігіт кездесетін болып, қыз өзіне духи сеуіпті. Ол кездерде уже Красный Москва деген духи бар еді. Сондай сеуіп шыққан ғой, амына, чтобы ана иісін білдірмей-ақ қояйыншы деп. Сосын ана жігіт сігейін деп атқан кезде Красный Москва иісі шығыпты. Сосын қызға айтыпты: пизда должно пахнет пиздой, а не Красной Москвой деп. Сол сияқты амның өзінің табиғи иісімен сіккен жақсы. Негізі жалайтындар көбінесе амның иісін тез біледі. Амның иісін қайдан біледі? Жаламаса, мұрнын тұмсығын тықпаса қалай біледі? Оны жалап көрген адамдар жақсы біледі. Жалау дегенді де, мінеке, жалау дегеннің өзінде, куни жасау дегеннің өзінде бір мән бар. Куни жасаудың өзінде де. Амды бірден ам екен деп, ойбай екі аяғын арыша салып, тұмсығынды тықпай, 4-5 рет сігіп барып жалайтын болсаң, ол кездерде амнан иіс шықпайды. Сондықтан жігіттер бірден бара бойда амға тұмсықтарын тықпай, ең бірінші қотақтарын тығыңдар. Қотақты алғаннан кейін 3-4 мәрте изеп сіккеннен кейін барып амды жалайтын болсаңдар, онда оламнан ешқандай да иіс шықпайды. Солай. Шешесіге бір мән бар. Мысың мынадай көп қашып жатыр. Сәлем қайырлы таң. Менімен болған қыздар неге сүйіп қояды, неге дейді жазылған. Ол сүйіп қоймайды, ол золотой дождик деп айтады ондайды. Сүйіп қоймайды. Ол әйел адамның, кейбір әйел адамдар солай золотой дождикпен, кейбіреулер сквиртпен, кейбіреулер оргазмды білдіртпей алады. Нико, дұрыс па аяудың айтып отырған дейді. Аяу кешке закрывашка қыл дейм дейді. Ником, кешке менде корпоратив. Құдай қаласа бүгін кешке сағат 9-дан бастап таңғы 3-4-ке дейін корпоратив. Түнімен сікіскен бәле ғой мынау дейді. Ночтан келіп демалам десем не олап дейді. Мынау дейді, сындырып қойма диванды дейді. Я, мен 500 килограмм ғой Аялина, мен мына диванға сиям ба, сыймайым ба деп уайымда отырмын, айтпесе жатқыма келіп тұр. Буратино 1 килограмм амыз деп жүр дейді. Ол скверт сүймейді, тормыз дейді. Дұрыс айтасың мінеке. Саманта өте дұрыс дейді. Буратино мал болып жатыр дейді. Деревянный екен дейді. Иә, Аялина. Ештеңе етпейді, не бопты? Сынса бір рет сынатта жәлептерде корпоратив болады екен ғой дейді, Ержан айтады. Конечно, жәлептердің өзіндік корпоративтер болады ғой. Жәлептердің
бля, ваху бар ғой. Негізі кейбір осындай гнилой адамдар, өздеріне внимание жетіспейтін адамдар осылай мені осылай деп айтып жатады. Міне мысалға мына Аялина деген қыз сияқты, Аялина да тоже сондай. Өзіне внимание жетіспейді, еркектер онша сізге қоймайды, сосын амал жоқ, не істейді Аялина? Сосын не істейді, келеді да ол аяуға келіп әңгіме айтады. Потому что еркектерді өзіне қарай бұру керек. Аялина, Аялина деп айту керек та оған. Ол сол кездерде өзін өзі жақсы ұстайтын болады. Қыздар, кто хочет подрачить со мной дейді. Мә 98 адам отыр ғой, аяу дейді. Атырауда жаңбыр төгіп тұр дейді. Мейрам болмайды. Привет, привет, Алик. Бұлардың корпоративі масқара болады дейді. Ерик, сен оны бар да, жәлептерге барып айт бар. Сен ондай әңгімені маған сігіп, саған қол қойғаным бар дейді. Сәлем, қалайсың, таңертең сетін кезде сол кезде ішіне ағыстан схватка болып көтеріп қалады дейді. Сіктірмеймін мен, алқаш 4 бала шағаларға дейді Аялина айтады. Аялина, сен мен